Тағаланың нығметі өте керемет қой. Өзімді өзгерткенімен күйеуімді қалай өзгертемін деген сұрақ туындайтын болса, мұның алғашқы қадамы әуелі өзіңізді саналы түрде өзгертіп, өзіңізді түсініп, көркем мінезбен, қарым-қатынаспен жақсара бастаған кезде сіз азаматыңызды түсінесіз, еріңізді түсінесіз, оның жағдайын түсінесіз да. Ер адам арыстан секілді. Мына бір назар аударатын болсақ, отбасында қиындық көрген әйел кісі бірде күйеуінің үстінен шағым айтып, даналығымен аты шыққан қарияға келіп жолығады ғой. Сол кезде қария күйеуінің қырсық әрі қатал екенін, бір мәселеде ортақ шешім таба алмай жатқандықтарын және қанша тырысса да еш нәтиже болмай жатқандығын түсіндіріп, шіләп, ішкі халін жеткізе бастайды. Ақыл кеңес сұрайды. Сол кезде қария кісі әйелдің сөзін мұқият тыңдап болған соң кейін, сүйінші, мен мұның жауабын білемін, бірақ шартым бар, соны орындасаң ғана айтамын дейді. Әйел кісі, қандай шарт болса да орындауға дайынмын, тек жауабын айтсаңыз болғаны. Қария, маған ормандағы ең патшасы арыстанның жонынан бір тал қыл алып келсең, саған жауабын беремін дейді. Әйелі таң қалып, қалай арыстанның? Бұл әзіліңіз бе? Оған менің шамам келмейді дейді. Қария, онда өзің біл, ешкімді мәжбүрлемеймін, бірақ жауапқа мұқтаж өзіңсің дейді. Ұнжырғасы түсіп үйіне оралған әйел не істерін білмей ұзақ ойға кетеді. Шаңырағанын, шайқалғанын да қаламайды. Отбасында күйеуінің ортақ тіл шешім тапқысы келеді. Не істейді? Ақыры қарияның шартын орындайын деп бел буады. Сөйтіп күн өтіп, бір мөлшерде ет алып, патша арыстанға қарай жол тартады. Алғашында арыстанның сонау алыстан танитын. Уақыт өте келе арыстанға жақындай береді. Күнде өзіне құрмет көрсетіп, азық әкеп беретін мейірбан жанға арыстанның да еті үйрене бастайды. Ақыр аяғы арыстанға жақын барып, жонынан сипап, өзіне керек жаңағы бір тал шашты үзіп қарияға алып келеді ғой. Сол кезде қойған шартыңызды орындадым, енді кезек өзіңізде дейді. Қария кісі әйелден бұған қалай қол жеткізгені баяндап беруін сұрайды. Оқиғаны мұқият тыңдаған қария кісі әйелге былай дейді. Өз сұрағыңа өзің жауап бердің, ал енді үйіңе оралда арыстанға көрсеткен құрметті күйеуіңе көрсет. Күйеуің арыстаннан асқан жыртқысы емес шығар. Әйелі жымиған күйі басын төмен сүріп, дұрыс айтасыз қария деп үйіне қарай қайтады. Сіз білесіз бе, әйел адам нәзік болса да үлкен күшке ие. Әйел ер азаматын мықты болса да, сондай бір қабілетімен ол әйел ер адамына ықпал жасай алады. Сондықтан ер азаматыңызды өзгерте алуға сізде қабілет бар дегім келеді. Әрине, Алланың разылығы үшін десеңіз.